Сәлеметсіздерме оқушылар. Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы қазақ халқының қалыптасу үдерісінің аяқталуы екінші сабақ. Оқушылар, естеріңізде болса, өткен сабақта мен сіздерге айтқам, осы тақырыптың 2 сағатқа берілгенін. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: ұлы дала мұрагері қазақ халқы қалай қалыптасты? Сабақтың мақсаты қазақ халқының қалыптасуының негізгі кезеңдерін анықтау, қазақ этнонимінің мағынасын түсіну, қазақ жүздерінің орналасу және бөліну ерекшеліктерін саралау. Оқушылар ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, қазақ халқының қалыптасу үдерісінің аяқталуына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Сан ғасырлар бойы түрлі тайпалар мен халықтар мекендеп келді. Тек 15-16 ғасырларда қазақ тайпалары өз аумағын құрып, жеке ұлт болып қалыптасты. Қазақ тайпаларының ұлт болып қалыптасуына мына факторлар әсер еткен. Бірінші, қазақтарға тән салт дәстүр мен мәдениеттің пайда болуы. Екінші, мекендейтін аумақтың қалыптасуы. Үшінші, бір халықтың өкілі санайтын елдік, халықтық санның орнығуы. Төртінші, өз ана тілінің қалыптасуы. Бесінші, бәріне ортақ бір атаудың орнығуы. Алтыншы, өзіне тән антропологиялық бет пішіннің ерекшелігі. Қазақ халқы жеке ұлт болып қалыптасқанға дейін сан ғасырлар бойы түрлі тарихи оқиғаны бастарынан өткізді. Қазақ халқының қалыптасу тарихын 3 кезеңге бөлеміз. Бірінші кезең – қола және ерте темір дәуірлері кезеңі. Осы жерді мекендеген Ари, Тур және Қиян этностарының қазақ халқының қалыптасуына әсері. Екінші кезең – түркі кезеңі. Түркі тайпаларының біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығының ортасынан бастап жаппай қоныстануы. Үшінші кезең – 15 ғасырдың ортасындағы қазақ хандығының құрылу кезеңі. Бұл кезең қазақ халқының түпкілікті қалыптасуына түрткі болды. Сонымен 14-16 ғасырларда қазақ халқы ірі этникалық топ ретінде түпкілікті қалыптасты. Қазақ термині қайдан шықты? Бұл сұрақ тарихшылар мен зерттеушілер арасында да қызу талас-тартыс тудыруда. Орта ғасырлық деректер бұл терминнің тарихын зерттеуге зор мүмкіндік береді. Сол деректердің бірінде 1356 жылы қазақтар Мәуереннахрды басып алды деп көрсетілсе, енді бірінде 1397-1410 жылдарда Қырым қыпшақтарының бір бөлігі Литваға қоныс аударып өздерін казактармыз деп атап, корольдер билігінде қызмет атқарған дейді. Тағы бір дерек бойынша 1523 жылы Стамбулдағы орыс елшісі Морозов сұлтанға «Сенің Азовтағы қазақтарың далада біздің адамдарды тұтқынға алып, Азовқа сатат» деген. Тағы бір деректе 1471 жылы Новгородтағы жорыққа Касимов ханзадасы Данияр өз қазақтарымен қатысты деп көрсетіледі. Бұл ортағасырлық қысқаша деректен қазақ термині әскери іспен айналысқан көшпелілер немесе орталық билікті мойындамай, мемлекеттен бөлініп кеткендер жайлы екенін білеміз. Міне сондықтан Жәнібек пен Керей сұлтандар бастап, Моғолстанға көшіп кеткен Алаштың көшпелілер тобы қазақ атауын алды. Қазақ атауының шығуына байланысты жаңа заманғы бірнеше нұсқаларды қарастырып көрсек. Академик Василий Радлов қазақ сөзінің мағынасы тәуелсіз, ерікті адамдар деп жазады. Шоқан Уәлиханов қазақ өте қадірлі сөз, күшті, мықты, шабытты дегенді білдіреді дейді. 1871 жылы Василий Григорьев сақтардың өмір сүруі, күн көрісі қазақтарға ұқсайтынын айта келіп, біздіңше сақ деген атау қыпшақ және қазақ, қассақ деген сөздердің морфемаларында сақталған деп жазады. Александр Бернштам қазақ сөзі Каспий мен сақ тайпасының бірігуінен пайда болған деп тұжырымдайды. Зерттеуші Асылбек Әбдірахманов қазақ сөзінің төркіні қаз және оқ, яғни оқ деген екі сөздің қосылуынан жазылған. Оқ көне түркі тілінде ру, тайпа дегенді білдіреді. Қазоқ
қаз тайпалары деген ұғымды білдіреді дейді. Қазақ этнонимі еркін адам, ерікті қоғам мағынасын береді. Қазақ сұлтандары құрған хандық қазақ хандығы деген атауға ие болды. Осы кезден бастап қазақ сөзінің мағынасы өзгере бастады. Әлеуметтік терминнен ол саяси терминге ауысып, қазақ хандығына қараған ұлтты білдірді. Жүз ұғымының пайда болуы туралы пікірлер көп. Соның біріне тоқталып өтсек, Шоқан Уәлиханов қазақ халқының жүзге бөлінуі жайлы қазақ мемлекеті құрылғаннан кейінгі кезде өз жерін қорғау қажеттілігінен туған одақ деген пікір қалдырған. Дәстүрлі қазақ қоғамы 300-ден тұрады. Ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз. Жүздердің шыққан уақыты, себептері жөнінде ғалымдардың арасында нақты әрі ортақ пікір жоқ. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Келесі конспектімізге тоқталайық. Келесі конспектті оқыңыздар. Оқушылар, егер сіздер конспекттерді оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма, тапсырманың қате немесе дұрыс екенін анықтаңыздар. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма тест, яғни берілген сұрақтарға дұрыс жауапты таңдап, жауап беру керексіздер. Оқушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.